Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында тауық қанаттарын осылай қып-қызыл сочный етіп қалай маринадтау керек екенін және де қалай пісіру керектігімен бөліспекшімін. Бұл 50 минутта 1 сағатта пісетін рецепт. Кейде бір ұзақ уақыт бойы картобы піспей кететін уақыттар болады. Не себептен картобы жұмсарып піспей кететінін осы видеода айтатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Тауық қанаттарын жақсылап жуып, ең соңғы 3-ші бөлігін кесіп тастадым. Алдын ала дайындап алдым. Енді бірденнен көз мөлшерімен мен тұз салып жатырмын. Менде бұл жерде 12 қанаттай, 12-13 қанат шығуы керек. Бірден қара бұрышты салып жатырмын бетіне. Дәмдеуіштердің барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша мөлшері, және де тәтті паприка менде бұл жерде. Майонез және де томат пастасын салдым. Беті қызарып, әдемі болуының бір құпиясы осы қызыл томат пастасын немесе кетчупты қолдану керек, беті қызарып пісу үшін. Ең соңында 2 тісше үлкендеу сарымсақты осылай үккіштен өткізіп, жақсылап майдалап алатын боламыз. Егер де үккіш болмайтын болса, өте майда етіп турасаңыздар болады. Енді жақсылап барлық қанаттарға осы маринад етінде етіп араластыру керек. Қолдарыңыздың көмегімен немесе қасықтың көмегімен. Мен қол салмадым, осылай қасықпен ыңғайлы болып тұр. Және де ұзақ уақытқа қойып қоюдың қажеті жоқ. Бірденен жақсы сіңеді. Тек қана мұздатқыштан шыққан немесе сол қатып тұрған қанаттар болмаса болды. Осында еріп тұрған қанаттарға жақсылап жақ, бірден пісіре беруге болады. Міне араластырып бір шетке қойып қоямын. Енді картоп пен сәбізді осылай турап шығамыз. Мен бір сәбізді алдым. Сәбіз көп желінбейтін болғандықтан бір сәбіз маған жеткілікті. 13-12 қанатқа осылай кішкене жұқарақ етіп тураңыздар. Егер де кішкене қалыңдау, үлкендеу картоп немесе сәбіз болса піспейді уақытысында. Сондықтан да қатты майдалап та жібермеңіздер, және де қатты үлкендеу де болмасын. Міне дәл видеодағыдай жұқалап турасаңыздар жеткілікті. Картопты да дәл солай жұқалап, жақсылап тураңыздар. Өте қатты майда болып бір езіліп кетпесін. Және де қатты қалың болмасын. Қатты қалың болып кетсе, тауық еттері 1 сағаттың көлемінде пісіп қалса, ал бұл картоп тез піспейді. Сондықтан да жұқарақ етіп турауымыз керек. Міне. Егер қаласаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызша тәтті болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Және де кабачок қоссаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен тәтті бұрышты ғана пайдаланып жатырмын. Енді болгар бұрышын қалай кесеңіздер де өздеріңізге ыңғайлы етіп кесеңіздер болғаны. Барлығын шұңғылдау ыдысқа салып жақсылап араластыру керек. Осы 3 ингредиентті міндетті түрде тұз салуымыз керек, себебі тұз аз болса дәмсіз болып қалады картоп. Және де өте жақсылап майдаланып туралған пиязды салып жатырмын. Бір ғана пияз салдым мен бұл жерде. Дәміне қарай паприка және де тұз, қара бұрыш салуға болады. Картоп пен сәбіз құрғақ болып піспес үшін осылай мен 2 қасық сұйық май, яғни тамақ пісіретін майды құйып жатырмын. Енді жақсылап қолымыздың немесе қасықтың көмегімен барынша жақсылап араластыруымыз керек. Дәмдеуіштердің барлығы тиюі тиіс картоптарға. Дайын болған ингредиенттердің барлығын противенге пергамент бумагасын төсеп салып жатырмын. Осы кезде пештеріңіз 200 градуста қызып тұратын болсын. Менде конвекцияда 200 градуста піседі, яғни асты үсті бірдей қызатын пеште. Осылай барлығын жайып шығамыз. Тауық қанаттарының барлығын бетіне әсемдеп қойып шығатын боламыз.
Ең соңында фольганы осылай бетіне жабамыз, себебі беті кеуіп кетпес үшін және де сочный болып әдемі пісу үшін осылай бетін міндетті түрде жабу керек. Мен байқасаңыздар бір шетін кішкене ашық қалдырып жатырмын, себебі тығыз етіп астында үстінде фольгамен жауып қоятын болсаңыздар тез піспейді, картоптарыңыз жұмсармайды бір сағат ішінде. Сондықтан да кішкене ыстық ауа кіретіндей бір шеті кішкене ашық болған дұрыс. Қатты да ашып қоймайсыздар, себебі кеуіп кетуі мүмкін. Сол себептен де кішкене бір шеті ашық тұрса жеткілікті. 200 градуста 50 минутқа ыстық пешке пісіреміз. Және де менде 50 минут өтті. 50 минуттан кейін міне фольгасын алып тастап жатырмын. Міне өте әдемі болып пісіп тұр. Енді бір 10-15 минутқа 200 градуста қайтадан осы фольгасын алып пешке салатын боламыз. Беті қызаруы үшін. Міне тауық қанаттарым видеодағыдай дәл 1 сағатта пісіп шықты. Сіздер де дәл осылай жасай аласыздар. Және де тез түскі асқа немесе кешкі асқа жылдам дайындап берсеңіздер болады. Өте дайындау әдісі қарапайым және де үй жағдайында маринадтауға арналған заттардың барлығы бар деп ойлаймын. Кез келген үйде мен бірденен дастарханға ыстық күйінде ұсынбақшымын. Көкөністермен, неше түрлі жасыл шөптермен әсемдеп қойсаңыздар болады. Әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңызша әрине. Егер де менің каналымда әлі тіркелмеген болсаңыз, менің видеорецепттерімді жаңадан көріп жүрген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жанындағы колокольчикті де басуды ұмытпаңыз. Себебі жаңа рецепт шыққан кезде менің видеорецептім сізге бірінші болып көрінетін болады. Және де қазақша контентті, қазақша каналды қолдау мақсатында менің видеорецепттеріме лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Міне мен дастарханға осылай ұсынбақшымын. Және де қазір көрсетемін іштерін, тауық етінің ішінің қалай піскенін және де картоптың жұмсарып тұрғанын. Жұп-жұмсақ өте әдемі болған, дәмі де сөзсіз керемет болған. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.